Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде сауат ашу пәні. Сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар, әліпби. Оқу мақсаты мәтінде кім не туралы айтылған анықтау, жазу жолын жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Сөздегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар ажырату және дұрыс дыбыстау. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешіп алайық. Гүл-гүл жайнап жер аспан, гүрілдейді сайда өзен, гүл жазира жарасқан, гүлдерімен қай кезең. Бұл не балалар? Жауабы көктем. Дұрыс айтасыңдар. Көктем орыс тілінде весна, ағылшын тілінде спринг. Жарайсыңдар. Балалар, көктем туралы не білеміз? Кәнекей? Көктем жылдың 4 мезгілінің бірі. Көктем айларына наурыз, сәуір, мамыр айлары жатады. Көктем мезгілінде табиғат толығымен оянады, ауа райы жылынады. Көктемде жан-жануарлар төлдейді. Көктемде наурыз мерекесі тойланады. Ұлттық тағамдар пісіріледі екен. Балалар, енді сіздер қызықты ақпаратпен танысқыларыңыз келе ме? Олай болса, мына бейне көрсетілімге назар аударайық. Қайырлы таң қымбатты көрермен, Самарқан мен Көктас жібіген татулықпен, бірліктің, ізгілікпен ынтымақтың мерекесі құтты болсын. Ресми түрде қатарынан 3 күн тойланатын ұлыс күнінде бір-бірімізге деген өкпе, ренішіміз ұмытылып, шынайы адамгершілік қасиет көрініс табады. Бұл күндері сізде алыс жақындағы ағайынға хабарласып, мерекемен құттықтап жақсы тілектер білдірсеңіз болады. Мереке құтты болсын. Құтты болсын. Мәңгілік ел қазағын жылбасы наурыз келді. Түріне тіршіліктің тағдыр ие, тәңірдің құзырында бар дүние. Шындығын қаратасты балықтары келгенде, қыл болсын сары күн. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Орта Азияда, Қара теңіз аймағында, Балқан түбегінде, Кавказда және Таяу Шығыста 300 миллион адам тойлап келе жатқандығын мәлімдеген еді. Ал ЮНЕСКО болса 2009 жылдың 30 қыркүйегінде наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени мұрат тізіміне кіргізген болатын. Қазақ елі де наурыз мейрамын еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін асыға күтіп тойлайды. Таң атысымен үлкендер қос қолдасып амандасып, төс қағыстырады, бір-біріне игі тілектер айтады. Ағаш отырғызып, гүл егіп, көктемді жақсы көңілмен қарсы алады. Дәстүрлі ұлттық ойындар көкпар, аударыспақ, қыз қуу, алтыбақан, кен көтеру сынды тағы басқа ойындар ойналады. Ақындар айтысы ұйымдастырылып, аламан бәйге болады. Ұлыстың ұлы күні әрбір үйде қазан асылып, сорпа сапырылады, уыз қатырылып, наурыз көже дайындалады. Әз наурызда қонақ шақырып, дәм татыруды ұмытпаңыз. Наурыз құтты болсын. Балалар, бұл бейне көрсетілім не туралы? Дұрыс айтасыңдар, наурыз мерекесі туралы. Олай болса балалар, оқулығымызды ашып, оқулықпен жұмыс жүргіземіз. Оқулықтағы наурыз көже деп аталатын мәтінді түсініп оқиық. Наурыз жыл басы. Наурыз тойының мақсаты халыққа молшылық тілеу. Сол үшін қазан-қазан наурыз көже жасайды. Наурыз көже әртүрлі дәннен жасалады. Оған бидай, тары, қамыр, су, ет, тұз, сүт сияқты 7 дән салынады. Наурыз көжеге арнап ет, қазы сақталады. Көжеге құрт езіп, уызды да қосады. Ал балалар, бұл мәтінмен таныс болсақ, енді өз ойымызбен бөлсек. Мәтіннің мазмұны бойынша мен сендерге сұрақ қоямын. Наурыз қандай мереке? Ұлттық мереке. Екінші сұрағым, наурыз көже қалай жасалады? 7 түрлі дәмнен жасалады. Наурыз көже саған ұнай ма? Әрине ұнайды барлық балаға наурыз көже. Олай болса балалар, қазір сіздерге рецепт не екенін білеміз бе? Рецепт қандай да бір
тағамды жасауға қажетті заттар мен жасалу жолдарының көрсетілуі болып табылады. Ал енді балалар, сендер наурыз көжесінің рецебін даярлауға кірісейік. Ол үшін наурыз көжеге қажетті заттарды мына берілген суреттерден табамыз. Бидай, ет, күріш, су, тары, ас тұзы, айран, бал және алма бар. Ал енді осы берілген заттардың қайсысы наурыз көжеге қажетті заттар? Дұрыс айтасыңдар. Бидай, ет, күріш, су, тары, ас тұзы, айран наурыз көженің құрамындағы заттар. Ал бал мен алма оның құрамына кірмейді. Ал енді балалар, осы наурыз көженің қалай әзірленетінін білгілерің келе ме? Онда сендер мына бейне көрсетілімге назар аударайық. Оны мұқият тыңдаймыз. Наурыз көже. Наурыз көжені дайындау үшін бізге не қажет екен? Сүрленген ет, қазы, жүгері, бидай, тары жармасы, айран, тұз, су қажет екен. Көжені дайындау үшін алдымен сүрленген ет пен қазыны жақсылап тұрып жуып, суға асамыз, қажетімізше тұз қосамыз, оны 2-2,5 сағат бойы қайнатамыз. Ет пісіп жатқан кезде жүгері мен бидайды да жуамыз. Және оған қалауымызша тұз қосып, оны 1 сағаттай қайнатамыз. Міне, жүгеріні саламыз, және оған су қойып қайнатамыз. Балалар, 1 сағаттан кейін тары жармасын салуымыз керек. Тары жармасының тез пісетіндігін ескере отырып, тары салғаннан кейін көжені 15 минут қайнатамыз. Содан кейін етті майдалап турап, сорпасымен бірге дайын көжені жақсылап тұрып араластырамыз. Салқындаған көжеміздің үстіне айран құямыз. Айранды да бірден құймаймыз. Оны бөліп құйып, және оны жақсылап тұрып араластырамыз. Біз сонда наурыз мейрамына қандай ұлттық саусын әзірледік? Наурыз көже. Ал енді сол дайын болған наурыз көжемізді шұңғыл ыдысымызға құямыз. Міне, көжеміз дайын болды. Оны кесеге құйып, келген қонақтарымызға береміз. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс жасайық. Оқулығымызды ашып, екінші жаттығуды көркем жазамыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, наурыз мерекесі молшылықты білдіреді деп аталатын 3 сөйлемді әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазамыз. Көркем етіп жазуымыз қажет. Ал енді көркем жазып болса, онда шығармашылық жұмыс жүргіземіз. Дауысты дыбысты тап. Бізге берілген дауысты суреттерге қарап отырып, атауы дауысты дыбыстан басталатын суретті табуымыз керек. Және ол қандай дауысты дыбыс? Автобус, ою, ұшақ және ыдыс. Бұл дыбыстар А, О, ұшақ дегенде О, ыдыс дегенде ы дыбысы. Ол қандай дауысты дыбыс? Жуан дауысты дыбыс. Дескриптор. Атауы дауысты дыбыстан басталатын суреттерді анықтайды, дауысты дыбыстарды түріне қарай ажыратады. Наурыз ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мерекесі екен. Наурыз мерекесі туралы бүгін біз көптеген ақпаратпен таныс болдық, және ұлттық тағам наурызда әзірленетін наурыз көженің қалай пісірілетінін үйрендік. Мәтіннің кім не туралы айтылғанын анықтай алдық. Әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жаздық. Сөздегі дыбыс түрлерін балалар ажырата білдік. Сабағымызды қорытындылай келе, үйге тапсырма 4-ші жаттығу өлеңді қатесі көшіріп жазамыз.
балалар, сіздерге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға рахмет.